Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып жаратылыстану. Үшінші сабақ. Өсімдіктердің тіршілігіндегі маусымдық өзгерістер. Балалар, бүгін жаңа сабақты бастамас бұрын қайталауға арналған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өткен сабақты қайталаймыз. Ботаника ғылымы нені зерттеді? Есімізге түсірейік. Ойланып жауап беріп көр. Өсімдіктерді қалай топтарға бөледі? Қандай жарық сүйгіш өсімдіктерді білесің? 3 сұрақтың қайсысына дұрыс жауап бердің? Өз ойыңмен бөліс. Балалар, суретті мұқият қарап, ойланып жауап беріңдер. Бұл суреттерден нені байқап тұрмыз? Әрине, жыл мезгілдерін байқаймыз. Жыл мезгілдерін ата. Жыл мезгілдеріне қарай жыл мезгілінде болатын өзгерістерді айт. Өз ойыңмен бөліс. Балалар, бұл суретте өздерің көріп тұрғандай көктем, күз, жаз, қыс, жыл мезгілдері. Өсімдіктердің өсу қарқыны ауа райының өзгеруіне байланысты жылдам, кейде баяу жүреді. Қазақстанның климаттық жағдайында өсімдіктер көктем мен жазда жақсы өсіп жетіледі. Күзде жарық пен жылулықтың азаюынан олардың өсуі баяулайды. Ағаштар мен бұлттардың жапырақтары түсін өзгертіп, жерге түсе бастайды. Шөптесін өсімдіктердің де жапырағы қурап түседі, немесе сабағында қалады. Қыста өсімдіктер тыныштық күйге көшеді. Балалар, бұл суретте нені байқап тұрмыз? Қыстағы жеміс ағашы. Мына суретте қыстағы жеміс ағашы. Бүршіктің ішінде жапырақ пен гүл жасырынған. Қараңдар, бұл қыста өсімдіктер тыныштық күйге, яғни ұйқыға кеткен сәті. Бұны сендерге бұл суретте жақынырақ көрсетілген. Көктемде күннің жылуына байланысты табиғат жанданады. Ағаштардың дөңі мен сабақтарына шырын тарала бастайды. Жапырақ жаяды. Жеміс ағаштары бүршік атып гүлдейді. Біз бұл құбылыстарды әр көктем мезгілінде байқаймыз. Суреттерге назар аударамыз. Сұрақтарға жауап беріп көрейік. Терек пен өрік ағашында бірінші не пайда болды? Қане? Мынау терек ағашы. Мынау өрік ағашы. Бұларда ең бірінші не пайда болады екен? Әрине, гүл пайда болады екен, балалар? Ал гүл ме әлде жапырақ па? Теректе не пайда болып жатыр? Ал шиеде ме және талда ше? Қорытынды жасайық. Яғни бұл жерде біз жеміс ағаштарының ең бірінші жапырақтан бұрын гүлдейтінін көреміз. Ал жеміс бермейтін өсімдіктер терек, яғни тау өсімдіктері, бұлар бірінші жапырақ жаяды екен. Балалар, біз осылай қорытынды жасаймыз. Жаз ең ыстық жыл мезгілі. Жазда шөптесін
өсімдіктер гүлдейді. Бау-бақшаларда жеміс пен көкөністер пісіп жетіледі. Әрине, солай ғой, менімен келіседі деген ойдамын. Балалар, жазда суретке қарасақ, бүкіл жайлаудағы гүлдердің барлық шөптесін өсімдіктердің барлығы гүлдейді екен. Тек жазда ғана гүлдейді. Бау-бақшалардағы жемістер мен көкөністердің барлығы піседі. Бүгінгі сабақты қорытындылау. Қыста ағаштарда қандай өзгерістер болады? Балалар, қыс мезгілінде ағаштар қандай өзгерістер болды? Жапырақтар мен гүлдер, жемістердің бәрі жерге түсіп, қыста өсімдіктер тыныштық күйге, яғни ұйқыға кетеді. Солай емес пе? Өсімдіктердің өсуі қай мезгілде баяулайды? Балалар, қазір қай мезгіл? Күз мезгілі, я? Біз күз мезгілінде өсімдіктерден не байқап жатырмыз? Өсімдіктердің өсуі баяулап, күн салқындап, жапырақтардың барлығы сарғайып, жерге түсе бастайды. Бұл мезгіл күз мезгілі, яғни күз мезгілінде өсімдіктердің өсуі өте баяу болады. Бүршіктің ішінде не жасырынады? Жапырақ пен гүл бүршіктің ішінде жасырынады екен, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар, балалар.